Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Айзада. Бүгін дәмді, әзірленуі өте жеңіл әрі пайдалы, қолдан шпинат қосылған нанның термомиксі дайындау жолын көрсетемін. Бірақ дәл осы рецепт бойынша термомикссіз әзірлену жолын осы видеоның астында сілтемеде жазып кетемін. Шпинаттың құрамында пайдалы және маңызды микроэлементтер, көптеген дәрумендер, минералды тұздар және органикалық қышқылдар бар. Және де құрамында йод көп. Сондықтан видеоны соңына дейін қарап, осындай дәмді нанды менімен бірге әзірлеңіз. Термомикске 125 грамм шпинат жапырақтарын саламыз. Турбо режимінде бір рет 5 секунд араластырамыз. Үстінен 300 грамм сүтті қосып, бір минут 10 жылдамдықта араластырамыз. Достар, қолдауларыңыз өте маңызды. Сондықтан каналға тіркеліп, лайк басып, осы және басқа да видеолармен достарыңызбен бөлісіп кетіңіз. Келесі 50 грамм өсімдік майы, 30 грамм қант, 11 грамм құрғақ ашытқы, 3 минут 40 градус екінші жылдамдықты қоямыз. Жарты шай қасық тұз, алдын ала елеуіштен өткізілген 550 грамм ұнды қосып, колосок режимінде 3 минут араластырамыз. Шпинаттан қамырымыз дайын болды. Енді 30 минутқа көтерілуге қоямыз. Термомикстің ыдысында қалдырсаңыз да болады, немесе бірден бөлек ыдысқа салып көтерілуге қоямыз. Қамыр өте жұмсақ және қолға жабыспайды. Жарты сағаттан кейін қамырымыз 2 есе көтерілген. Нан пісіретін тік бұрышты форманың астын жан-жақтарын майлап, қамырды қатты баспай кішкене формасын келтіріп, формаға салып, 20 минутқа көтерілуге қоямыз. Қамырымыз форманың ішінде көтерілгенше пешті 180 градусқа қыздыруға қоямыз. Қамырымыз көтерілгеннен кейін 180 градуста қызып тұрған пешке 30-35 минутқа жібереміз. Міне осындай өте жұмсақ, дәмі тіл үйіретін, ерекше түсімен таң қалдыратын нанымыз дайын болды. Нанның туралуы да өте жеңіл. Көп уақытыңызды алмайтын, оңай, шпинаттан жасалған нанды отбасыңызға әзірлеп беруге кеңес беремін. Достар, каналға тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен бөлісіп,
Келесі жаңа видеоларымды өткізіп алмас үшін қоңырауша белгісін басып кетіңіздер. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Көріскенше күн жақсы болсын. Аман сау болыңыздар.